Қоңырау шалдым. Қосылу шарттары туралы толығырақ айтып берейін бе? Жоқ, арест неге жабық тұр, неге ашылмайды? Арест деген заң жүзінде арест ашылады деп айтты ғой жақында министрлер, депутаттар. Егер жаңа төлем кестесі қосылса, банк шоттардағы аресттерді алып тастау мәселесін қарастыруға дайын. Ол үшін НСВ коллекторлық агенттігі 8778 096 46 46 номеріне хабарласу керек. Айтыңызшы, бұл ұсыныс сізді қызықтыра ма? Жоқ, мені кеше жақында жұмысқа шақырды, мысалы. Сол кезде мені шотым жабық деп мен жұмысқа алмай қалды. Көріп тұрсыздар ма, сіздер жолымызды жауып тастап жатсыздар ғой. Егер жаңа төлем кестесі қосылса, банк шоттардағы аресттерді алып тастау мәселесін қарастыруға дайын. Ол үшін НСВ коллекторлық агенттігі 8778 096 46 46 номеріне хабарласу керек. Рахмет. Қараңыздар достар, міне. Енді мен жаңа жаздым әлеуметтік желіге, инстаграмға Мұрат Әбенов ағамызды белгіледім. Енді мемлекеттен жүрген сол Мұрат Әбенов Өтеғана мырза. Сосын енді кімді белгілеймін мен? Сынбай Есеген. Так. Жаңа жаздым ғой міне. Екінші рет тағы соғып жатыр. Қайта звондап жатыр маған бар ғой. Қайта соғып жатыр достар. Алаяқтар соғып жатыр. Енді арест ашылмайды, біз жұмысқа да кіре алмаймыз. Анамды қарап бағып отырмын ғой. Бірақ неге ашылмайды деген ой ғой сол. Жоқ екен, жақсы, қайт жүре қойын. Рахмет, сау болыңыздар. Мұнда жұмыспен қамту орталығы жақында маған звондаған. Сіздің қалай не істейміз сізге деп. Банкротствоға жібереміз, қандай көмегіңіз керек дегенде мен айтқанмын. Жұмыспен қамту орталығынан деп, бірақ соттан соғып тұр. Сот тарапынан. Сосын мен айттым, осылай көмектесе аласыз ба дедім. Жұмыспен қамту орталығынан не көмегіңіз, не сұрайсыз деді. Сонда мен оларға айттым, осылай менде кредитім бар деп. Олар хабарласамыз деді. Жұмыспен қамту орталығын белгіледім. Сіздер жауап беріңіздер енді. Рахмет, сау болыңыздар. Талмадым, жаңа бір видео салайын деп едім. Мына видео ғой мен. Мына видеоға салайын дегенім. Міне, осыны. Мені бастап. Екінші рет соғып жатыр. Көрдіңіз ба? Екінші рет соғып жатыр ағайындар. Үш рет соғып жатыр деген. Елі аман жұрттан шықпас, амантта болайық. Жазып жіберіңіздер, жұмыспен қамту орталығы, соттағылар, банкротство қалай істейміз, соны көмектесіңіздер.